Бұл серияда біз әр материалдың бағасы, құрылыстағы еңбек ақылардың құны және осы құрылыс барысындағы қызмет жасап жатқан әр техникалардың бағасы, яғни бізге ең көп қойылатын қанша теңге тұрады, қанша теңге болады деген тақырыпты толық ашатын боламыз. Бүгін күннің ыстығынан да ыстық ақпараттармен бөлісетін боламыз, Рәке? Біздегі YouTube болсын, Instagram, TikToктағы ең көп қойылатын сұрақ осы материалдардың бағасына қатысты және еңбек ақыға қатысты болады. Біз соны жаңағы техникалары болсын, басқасы болсын, осы құрылысқа қатысты осы тақырыпты барынша ашсақ деген ниет болып тұр. Бұл жерде ескеретін мәселе, бұл бағалар біздің оңтүстік, яғни Шымкентке қатысты болып тұр. Және бұл 2025 жылдың ортасы, ортасы деп ескерейік, өйткені бағасы әлі ойнауы мүмкін. Бұл ақпаратпен біз бөлісудегі ең бірінші мақсатымыз үйінің құрылысын, болмаса бір кез келген бір құрылысты бастасам, бірақ нарықтағы бағалардан бейхабар кісілер бар. Бағасы қалай болады, қанша теңге тұрады, қандай суммаға ориентир алсам болады деген сияқты сол құрылыс бастаймын деп отқан кісілерге де, құрылыс жүргізіп жатқан кісілерге де пайдалы контент болады. Сол себепті бір кісіге болмаса да бір пайдамыз тиіп жатса деген ниетпен бастап жатырмыз. Сіздер де бізге қолдау ретінде каналға тіркеліп, комментария қалдырып, колокольчик, лайк деген сияқты дүниелерді басуды ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің тараптарыңыздан бізге ең үлкен кері байланыс осы әрекеттеріңіз болып есептеледі. Кладкілер жүрді, плиталарымыз қойылды, монолитті участоктеріміз тоқылды. Жалпы осы ақпараттар толықтырып жіберейік та кішкене. Қалай болды, плиталар қалай жатыр, размері қандай? Так, біз бірінші этаждың полный, толық плитасын басып біттік. Бізде осы жобамызға кеткен плитаның саны 27 штук. Бұл жерде 54-те 1 метрлік, 54 дегенін дециметрмен айтамыз, бетсе 40 метрмен айтатын болсақ. 53-те 1 метрлік, 1-20-лық плиталарды қойып шықтық. Бұл жерде басылып атқанда қарайтын болсаңыздар, барлығы бір бағытта жатыр плиталарымыз. Плиталарды толық басып біткеннен кейін біз сейсмопояс жанынан құйып шықтық. Және де монолитный участоктеріміз бар. Бұл жерде де бізде, яғни рабочий проектте кейбір нелерге монолитный участок, яғни балкондарға байланысты бізде решение болды, яғни шешімдер берілді. Соларға байланысты мысалға ригельдерді арғы колоннадан бастап мына жаққа шығардық, мысалы 2-20 пролетқа деген сияқты. Одан кейін мына жерде без колонны бізде ригель болды, яғни шығатын. Бұны да біз арматураны майыстырып, мысалға 22 арматураны астына үстіне 4 арматурадан, яғни двойной хомуттен ригельдердің каркастарын яғни тоқып шықтық. Бұл скрытый ригель болып тұр ма бізде? Жоқ, бұл біздегі 40 ригельдер. Одан бөлек бізде скрытый ригельдер бар. Ол консольдарға қатысты, балкондарға, балкондарға қатысты. Мысалға мына жерге келіп көретін болсақ, мынау бізде ригель, яғни 40 сантиметр шығып тұр. Ал арғы ригель мен осы ригельді біз байланыстыру үшін бұл жерге скрытый ригель жібердік. Бұл жерде де яғни каркасный болып кетті. Ал жалпы монолитіміздің өзі, яғни сеткообразный болып тоқылды, астына үстіне шағы 20 сантиметрден. Ана монолитный участок, яғни балконды қарайтын болсақ та, ол жерде де тура сондай, яғни 2 колонна шыққан, сол колоннаға қарай біз скрытый ригельдерді жібердік. Что монолиттің асты, яғни бір тегіс болу үшін ертең біз яғни потолокта обшивка істейміз, сол кезде яғни бір тегіс шығады асты. Ертең обшивкада жаңағыдай бассейн болып тұрмас үшін, ол да біздің архитектурамызды, бастапқы ұсынған дизайнымызды бұзады. Сол себепті бұған арнайы расчет жасалды. Жаңа өзіңіз айтып өткендегідей, плиталарымыздың бір бағытта жатуы, оның барлығы сейсмикаға байланысты инженер проектировщиктің шешімімен қабылданған дүниелер. Жақсы. Онда жаңағы уәде еткен бағаға қатысты, көлеңкеде тұрып айтамыз ғой деймін. Асықпай, көлеңкеде күнде тұрсақ асығысып, біраз ақпараттар айтылмай қалу қаупі бар. Астына кеттік онда. Онда ең бастапқы жұмысымыздың бірінші этапынан бастайықшы. Неден бастадық біз жұмысты? Біз бірінші, мына жерде бізде білсеңіздер, ескі үй болған. Соны былай жатқан кезде бұзып, ұсыныс жасадық. Сол нәрседен бастайық. Яғни енді басынан бастап нені берейік, ақпараттарды толық. Так, бірінші біз жаңағыдай экскаватор және қовалармен, мына жерде бізде енді объектілерге байланысты әртүрлі, мысалға кейбір объектілерде қовалар кіре алмауы мүмкін. Негізі желательно
егер мүмкіндік болатын болса, объектіге ховаға кіру мүмкіндігі бар болса, ховамен тасыған негізі баға жағынан да, жұмыстың тез жүруі жағынан да, яғни тиімді болып келеді. Біз ховамен экскаваторға, яғни бір рейсін 30 мың теңгеден, яғни өздері бұзып, өздері мусорға шығарып кетуге келістік. Толық. Бізде бұл жерден примерно бір 25 хова ма, 30 ховадай ма, яғни ескі үйден, яғни мусор шықты. И одан бөлек жаңағыдай топырақтарды да, яғни котлованың бетіндегі растительный слойымыз бар, котлованың өзі бар, яғни оның барлығын қаздырып, біз дайындадық, яғни трамбовка жасауымызға. Яғни бізде рабочий проектте 1 метр обратный засыпка берген, яғни трамбовка істеу берілген. Сол бойынша біз ГПС пен толық трамбовка жасап шықтық. Енді бізде котлован қазу және трамбовка жасаудың бағасына тоқталатын болсақ, бірінші ГПС, яғни ховамен, оны да біз ховамен алдырдық. Егер кейбір жерлер болатын болса, мысалға, возможно, КамАЗбен алдыру мүмкін. Негізі КамАЗға 10 куб деп айтылады, бірақ примерно 7,5-8 кубтай, яғни материал сияды. Ховаға 20 куб деп айтылады, оған бір 18 кубтай материал сияды. Яғни 8 кубтан есептегеннің өзінде, яғни 16 куб болады. Екі КамАЗымыз, яғни бір ховаға екі КамАЗдан кішкене көп, яғни материал кететін болады. Ал баға жағынан келетін болсақ, мысалға, КамАЗдың бір КамАЗ ГПС примерно 30 мың теңгеден келсе, бір хова ГПС, яғни 45 мың теңгеден келеді. Яғни, екі КамАЗымыз уже біздің 60 мыңға шығып кетеді. Яғни КамАЗбен алған кейбір жағдайларда бізге яғни кішкене невыгодно, яғни тиімсіздеу болуы мүмкін. Енді ол да жаңағыдай біздің учаскемізге орналасқан жеріне деген сияқты байланысты да, мысалы кейбір объектілерге хова, яғни кіріп шығуы мүмкіндік болмауы мүмкін. Ол кездерде енді амал жоқ, яғни КамАЗбен алдыруға тура келеді. Жаңағыдай айтқан ховамыз, ГПСіміздің бағасы негізі карьерде примерно бір 2000 теңгеден кубы тұрады. Ары қарай уже жаңағыдай доставкасы бар. 1,5 мен 2 мыңның арасында. Мысалға кейбір ГПСтер 60 мыңға дейін, яғни қалаға доставкамен келеді. Енді ол да расстояниеге байланысты, объемға байланысты деген сияқты. Солайынан уже бағаларды кішкене келісуге болады. Яғни сол 45 мың мен 60 мыңның арасы ориентир. Одан кейін котлован қазу және трамбовка жұмыстары. Оны біз бірінші вариантымыз техникаларды, яғни күндікке жалдап істесек болады. Ол жерде мысалға экскаватор қазатын болса, экскаватордың күндігі 100 мың, 120 мың теңге ориентир. Ол да жаңағыдай жұмыстың объемына байланысты болады, өзгеріп отырады. Андай бір қатып қалған тек мына баға деген нәрсе жоқ, ол айтып отқандай келісілген әр жердің, әр регионның жаңағыдай қызметіне байланысты. И одан кейін біздің ситуацияда үлкен құрылыс болған екен, күндік келіскен тиімдірек. Сағатпен де келісуге болады. Мысалға ол кісілер кемі 3 сағаттан бастап есептеледі деген сияқты өздерінің тарифтері бар. Ол жақтарында ескеру керек. Біздің жағдайда біз қалай келістік? Біз объемға келістік. Яғни екінші жағы жаңағыдай күндіктен бөлек объемға келісуге болады. Мысалға біздегі квадратты өлшеп, оны биіктікке көбейтетін болсақ, біздің қанша куб, яғни котлован қазылатын орнымыз шығады. Яғни ол кубты егер обратный засыпка жаңағыдай трамбовкасымен бірге беретін болсаңыз, примерно бір кубы 1000-1200 теңгенің көлемінде жүретін болады. Ал егер тек қаздыруын кубпен берем, қалған күндікке шағам дейтін болсаңыз, онда қазуына примерно бір 400 теңге мен 500 теңгенің арасында алады, тек қазудың өзіне. Біздің жағдайда жаңағыдай толық объемға бердік, өйткені уақыт жағынан олар өздері азанда ерте келіп жұмысты бастайды. Жаңағыдай мысалға егер күндікке алатын болсаңыз, обычно 9-да бастап 6-да бітіреді жұмысты. Бір күндік солай есептеледі. Ал объемға беретін болсаңыз, ол уже жұмысты 7-де келіп бастайды, кешкі 7-8-ге дейін істеп, яғни ертерек бітіруге әрекет жасайды. Жақсы. Одан кейінгі мәселе? Одан кейінгі мәселе, жаңағыдай трамбовканы айтатын болсақ, көп жерлерде мысалға үлкен объектілер болатын болса, ол жерге хова или виброкаток кіргізуімізге болады. Біздің жағдайда енді соседтер бар, тем более жаңағыдай салып жатқан үйімізді размері котлован кішкентай болғаннан кейін, өткенде алдыңғы видеода айттық қой, біз мына жақтан былайша айтқан кезде 1-1 метрден екі неден қашып жатырмыз, кішкене стационный условия деп. Соған байланысты біз Татраны шақырдық бұл жерге трамбовка жасауға. Оның күндігі примерно 80 мың теңгеден. Ол да мысалға бірнеше күн, мысалға 5-6 күн істейтін болсақ, оны бір 70 мыңға деген сияқты бағасын келісіп түсіруге болады. Неге Татра? Неге хова емес, неге КамАЗ емес? Бірінші, хова бұл жерде жұмыс істей алмайды, өйткені біздегі мына жақтың котлованның размері 14 метр. Яғни трамбовкамыз енді ауыр салмақ болғанмен, яғни дұрыс жасалмауы мүмкін, до конца басалмауы мүмкін. Татра енді өзінің салмағы где-то бір 12-13 тонна, плюс үстіне тасылатын ГПСіміз бар, сонымен бір 25-26 тоннадай, яғни груз болады, сол грузбен яғни басып шықтық.
виброкаток бұл жерге біз жақындата алмаймыз, өйткені жан жағымыздың бәрі көршілер бар. Ол вибрацияның әсерінен соседтерге зиян микротрещина бар, басқасы бар. зиян. Біздің ситуацияда ГПС алып келдік. Болады, топырағы өзінің топырағы идеальный вариант болады. Ол кезде өзінің топырағын қайттан талқан қыламыз да, талқан сияқты қылып, өзін илеп қайттан қолдануға болады. Одан кейін бізде Эверест жобамызда көрген кісілер болса білет, астындағы влага болуына байланысты біз валун тастар алып келіп тастадық. Олар қанша теңге тұрады? Валун тастар бізге 70 мың теңгеден келген ол кезде қобасы. Біз ол жерге қателеспесем 5-6 қоба валун тас тастадық. Ол сол 24-ші жылғы нарық. 24-ші жылғы нарық. Тағы бір ескеріп кететін жағдай, мысалға сіз сыртта мысалы топырақ алдырсаңыз да, және ГПС алдырсаңыз да трамбовкаға желательно бірінші пробный бір қоба алдырып, бір техникамен алдырып, оны көріп алған дұрыс. Кейбір жерлерде болуы мүмкін, мысалға баға кішкене арзан болды, дұрыс болды деп, бүкіл жаңағыдай мысалы 20 қобаны заказ беріп қояды. Бірден мысалға 5-6 қоба кетіп төгіп кетеді. Ол трамбовка жасаған кезде трамбовкаға жарамайтын ГПС болуы мүмкін. Ол жерде мысалға топырағы көп болуы мүмкін. Сіз трамбовка жасап жатсыз вроде, бірақ лай шығып жатыр, тастарыңыз бәрі көрінбей кетті деген сияқты. Оның да өзінің мысалы ГПС эффектісі біз күткендей эффектісі біз күткендей болмауы мүмкін. Сол үшін оны пробный көріп, сол жердегі мысалға егер прораб болмаса бір құрылыстың басында жүрген мамандар көрсе, немесе трамбовка істеп жүрген жігіттердің өзі де оны уже бір көргеннен былайша айтқан кезде айта алады негізінде. Сол жерде трамбовка істеген кезде мысалы мынау жарайды, мынау жарамайды деген сияқты солармен ақылдасып істеген дұрыс болады. Жақсы. Одан кейін тағы бір ескеретін мәселе, жаңағы біз айтып жатқан техникалардың құны, қызмет ақысы ауа райына байланысты да, яғни жылдың мезгіліне байланысты да өзгеріп тұрады. Көктемде, күзде қалай болады? Өйткені жаңбыр болып жатады, жер лай болып жатады, болмаса кейбір болып тұрады. Оған да байланысты өзгеріп тұруы мүмкін. Сонымен біз құрылысты бастағанға дейінгі ақпараттармен толық бөлістік деп ойлаймын. Онда осы фундаментті бастап кеткенге дейін қанша теңге кетті бізде? Так, котлованға дейін, жаңағыдай үйді бұзу бар. Котлованды қоспағанда ма? Котлован трамбовкасымен бірге. Қосқанда. Фундаментке дейін. Қазуы, трамбовкасы, ГПС барлығы, толық материал жұмыс барлығы 3 миллион теңгеден асты. Осы бетонға дейінгі. Бұл біздің вертекске қатысты шығынымыз. Бұл андай нәрсе емес. Барлық объектте 3 миллион теңге кетеді деген нәрсе жоқ. Осыны жақсылап бір нақтылап айтып кетейік. Бұл жерде өйткені бізде толық үй болды, ол бұзылды деген сияқты. Котлованның да өзі мысалы 1 метр тереңдікте трамбовка істелді деген сияқты. Ол әр жобаға байланысты әртүрлі сумма шығуы мүмкін. Бір жерде 1 миллион болуы мүмкін, бір жерде даже 5 миллионға шығып кетуі мүмкін. Бізде мысалға бұл жерде участогымыз басында айттық, участок узкий, соған байланысты соған ені кішірек жоба жобаланған, цокольный этажсыз деген сияқты. Ертең сіз 16-ға 18 деген үйіңізді бастап жүріп, оның еще подвалы бар. Сендер өтірік айтыпсыңдар, 3 миллион емес, 10 миллион кетіп қалды деген сияқты әңгіме болып жүруі мүмкін. Бірақ бұл да бір кішігірім сіздің бірінші қадам жасауыңызға, ориентир алғаныңызға бір серпін болсын деген мақсатпен айтылып жатқан ойлар жалпы, бағалар басқасы. Кеттік, ары қарай бізде. Так, одан кейін